Сетевой бизнесті қосымша табыс көзі ретінде қалай дұрыс таңдау қажет? Осы видеоны аяғына дейін көріңіздер. Сетевой бизнесті таңдаған уақытта не затқа мән беру қажеттігін түсінетін боласыздар. Қайырлы күн, сіздермен бірге Нұргүл Багниязова. Мен MLM кәсіпкермін және MLM бизнесті онлайн жүргізудің тренерімін. 4-5 айда еш қиындықсыз қосымша табысқа жетуді үйретемін. Сонымен компанияны таңдаған уақытта ең алдымен компанияның жасына және танымалдылығына назар аударамыз. Өйткені көптеген компаниялар ашылған жылдары жабылып жатады. Себебі нарықта көш алып кетуге көптеген уақыт қажет. Екіншісі ол маркетинг. Маркетинг біздің ары қарай жұмыс жасайтын құралымыз. Үшіншісі ол өнім. Өнім біздің жетістігіміздің ажырамас бір бөлшегі болып табылады. Ол әр кезде сұранысқа ие болуы қажет. Төртіншісі ол инфраструктура. Компанияның біздің тапсырыстарымызды жеткізетін жолдары. Уақыты, мерзімі, транспорттық төлемдер тағы басқа. Және компанияның регионалдық складтарының болуы. Құрметті достар, мен сіздерді пирамида секілді компаниялардан сақтандырғым келеді. Сондықтан да сіздерді өз компанияма серіктес болуға шақырамын. Ал сіздер компанияны таңдаған уақытта не затқа мән бересіздер? Комментарияда жазып кетіңіздер. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге сіздер үшін Нұргүл Багниязова. Сау, саламатта болыңыздар.